Өткен видеода ескертіп кеткеніміздей, бұрыннан бастап келе жатқан меню деп аталатын нәрсе енді Appleға да келді. Көптеген жаңалықтар болды, оның ішінде грандиозный ол iOS 14 болды. iOS 14 шыққанымен ол тек қана бета версиясы. iOS-ның бета версиясын қою деген ол тәуекелге бару дегені iPhone 6s, 6s Plus-тан бастап жоғары қарай бір виджет қосылған. Екі звоноктағы өзгерістер. Менің ойымша ол нәрсе ешкімге де керек емес. Ешкім қолданбайды, өйткені. Сәлем достар, мен Әлібек, бұл Техноказ арнасы. Осыдан алдыңғы видеомыз, яғни 2020 жылы қандай iPhone таңдау керек тақырыбында болған видеомыз өте үлкен просмотр жинады алдыңғы видеоларға қараған кезінде. Сол орайда біз iPhone туралы видеоларды жалғастыратын боламыз. Өткен видеода ескертіп кеткеніміздей, 22 июнь күні Apple компаниясы WWDC презентациясын өткізген еді. Ол жерде көптеген жаңалықтар болды. Оның ішінде грандиозный ол iOS 14 болды. Одан бөлек iOS 14, iPadOS және tvOS, тағы басқа сол сияқты OS-тар пайда болды. Бізге ең қызығы ол iOS 14. iOS 14 шыққанымен ол тек қана бета версиясы, официальный версиясы емес. Официальный версияның бета версиядан айырмашылығы. Бета версияда көптеген багтар болады, яғни қатулар және приложениелерден өзіне өзі атып жіберуі мүмкін. Және сол сияқты өзінің кемшіліктері бар. Оригинальный, жаңағы официальный сентябрьде немесе октябрьде шығатын iOS-тан айырмашылықтары өте көп болады. Бұл негізінен бета версиясы разработчиктерге және қалаушыларға тек тексеру үшін ғана орнатуға мүмкіндік береді. Жалпы iOS-ның бета версиясын қою деген ол тәуекелге бару дегені, өйткені сіз бета версияны қою арқылы көптеген нәрсеге душар боласыз. Оның ішінде бета версия ол толық көріп шығылмағандықтан, оригинальный болмағандықтан ол аккумуляторға өзінің қысымын және басқа нәрселерге өзінің жаман жақтарын тигізуі мүмкін. Сондықтан қазіргі бета версияны көптеген блогерлер және разработчиктер айтып жатыр, аккумулятор өте үлкен қысым көрсетіп, оның тез таусылуына алып барады деп жатыр. Біз сол тәуекелге барып, сіздер үшін контент үшін өзімнің iPhone 6s телефонына бета версияны орнаттым. Сол үшін сіз контент әрі қарай даму үшін каналға подписаться етіп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Ал біз әрі қарай кеттік. Негізінен iOS 14-тің бета версияның негізгі қойылатын телефондары бар, шектелген. Олар 2015 жылы шыққан iPhone 6s, 6s Plus-тан бастап жоғары қарай, оның ішіне iPhone SE 2016 жылғы түрі де кіреді. Қалай оны орнату туралы біз видеоның описаниесіне оның орнату үшін профилін және оның жолдарын қойып кететін боламыз. Яғни описаниеге бір қарап кетуіңіз болады. Мен iOS 14 бетаны осыдан 1 сағат бұрын орнаттым. Яғни сізге мен 1 сағаттың ішінде байқаған ең негізгі деген 4 фишканы айтатын боламыз. Олар өзгергендерден бір виджет қосылған, 2 звоноктағы өзгерістер, 3 библиотека, яғни приложениенің библиотекасы және 4 картинка в картинке деген. Енді жаңағы айтып кеткен 4-тің ішінен ең жаңалық болып келген ол виджеты. Виджетыйды біз экранның кез келген жерінен басып, қазір сондай болған iOS 14, кез келген жерінен басып, төбесіндегі плюсті басып, қалаған виджетімізді қойсақ болады. Оның ішіндегі ең басында тұрған үлкені ол 4-2 размерде, қалғаны кішкентайлары 2-2 размерде болады. Яғни үлкен кіші қалағаныңызды таңдай бересіз. Міне погоданы қоятын болсақ, осылай төбеге апарамыз. Міне очкудукта қазір 33 градус. Одан кейін осы тұрған жерінде басқа да нәрселерді өзгертіп жіберсек болады. Міне в этот день, яғни жаңадан бірдеңе жазасыз ба, закладка, напоминание или сол сияқты нәрселер келеді. Мынау календарь, заметки, напоминание, статус, фото, сол сияқты айналдырып қалған нәрсеңізді қоя бересіз. Сол сияқты бұл жерде басқа да виджеттер көп, өзіңіз қалағанын орнатып ала бересіз. Яғни виджеттарды осылай жалпы жаңалық қылып кіргізді. Ал енді оның екінші фишкасы, яғни екінші звонок уақытындағы өзгерістер. Бұрыннан бастап, бұрынғы iOS-тардан бастап Apple-дің фанаттары бір нәрсеге жалғыз ететін ол бір приложение кіріп отқан кезінде немесе ойын ойнатқан кезінде звонок келсе бірден полный экранға алып кететін. Ол өз кезеңінде приложениеге жұмысқа немесе ойынға өзінің кедергісін
келтіретін. Сондықтан осы iOS 14-те ол жаңалық ретінде кіргізілді. Яғни сіз дәл қазір экранда көріп тұрғандарыңыздай өзгерістерге енгізілді. Ал енді үшінші фишкасы ол библиотека приложений. Яғни менюдің оң жаққа қарай жылжытамыз, сол кезде библиотека приложений пайда болады. Ол не? Бұрынғы Android бұрыннан бастап келе жатқан меню деп аталатын нәрсе енді Apple-ға да келді. Енді ол көптеген сұраныстардың нәтижесі деп ойлаймын. Бірақ менің ойымша ол нәрсе ешкімге де керек емес. Ешкім қолданбайды. Өйткені барлық нәрсе негізгі рабочий столда бар. Бұл жерде мәселен қарасаңыз, дәл сол рабочий стол сияқты, бірақ әшейін папкаларға бөліп тастаған. Мәселен қарасақ, бірден YouTube-ға кірсек, YouTube кіріп кетеді. Тек мынандай жиналып тұрған приложениелер осылай полный ашылады. Бұл жерде де олардың сортировкасы әлі дұрыс болмаған, яғни бір-біріне қатысы бар приложениелер жан-жақта шашырап жатыр. Ол алдағы бетаның публичный версияларында өзгеріске кіргізіледі. Ал енді төртінші өзгерісі ол картинка в картинке деп аталады. Яғни оны былайша түсіндіреміз. Жаңағы біреулердің Android телефондарда бар, мәселен экранды екіге бөліп, екі жұмысты бір уақытта орындау, яғни бір жағынан YouTube-тан видео көріп отырсаңыз, бір жағынан WhatsApp немесе басқа да мессенджерлерді пайдаланып отыруға болады. Сол нәрсені тек қана видеосын біздерге орнатты. Ол да тек шектеулі, тек Safari және Apple TV-да істейді. YouTube-та ол әзірге істеген жоқ, бірақ алдағы уақытта iOS 14-тің келесі версияларында разработчиктер шығарып қалуы мүмкін. Жалпы оның істеуі бұлай. Экранда басамыз, төбесіндегі ортасында тұрған кнопканы басамыз, сол кезде ол пәске түседі. Сосын кез келген жұмысыңызды атқара бересіз. Оны кішірейтуге болады, үлкейтуге болады, солға шығарып қоюға болады, ол оңға жіберуге болады. Оның бірақ дауысы өшпейді. Ең жақсы жері осы. Жалпы фишкалардың өзгерістері осы. Жалпы iOS 14 бетаның өзгерістері осы, бірақ бұл біздердің бір сағаттың ішінде тапқан өзгерістеріміз. Алдағы уақытта жаңа видеоларда оның жаңаша фишкаларын, өзгерістерін сіздерге айтып отыратын боламыз. Егер осындай видеолар көп болсын десеңіз, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарийге өзіңнің ойыңызды қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше қош сау.